Саламатсыздар ма 8-ші сынып оқушылары? Квадраттық функция бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары және осы алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл БЖБ-да 3 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 12-ге тең. Бірінші тапсырмасы берілген мұндағы функция үшін мұндағы тапсырмаларды орындаймыз. А тапсырмасы бойынша параболаның төбесін анықтаймыз, яғни М және N нүктесін анықтаймыз. М дегеніміз мұндағы сан, ол тең 4-ке, ал N дегеніміз -9-ға тең. Сонда бізде төбесі 4 және -9 болады. Келесі Б тапсырмасы бойынша параболаның симметрия өсін табамыз. Симметрия өсі x-ке тең, ал x бізде m-ге тең. Яғни ол тең болады екен 4-ке. Келесі С тапсырмасы бойынша OX және OY өстермен қиылысу нүктелерін табамыз. Ең алдымен OX өсімен қиылысу нүктесін табайық. Ол үшін y-ті тең 0 деп аламыз. Сонда x минус 4-дің квадраты -9 тең болады 0-ге. Ең алдымен жақшаны ашамыз, қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. X квадрат минус 8x қосылған 16 болады. Азайтамыз 9-ды, тең болады 0-ге. Ұқсастарын біріктіреміз. X квадрат минус 8x мұнда плюс 16 минус 9 плюс 7 болады. Мұнда А бізде 1-ге тең, Б минус 8-ге тең, ал С 7-ге тең. Енді дискриминант есептейміз. Б квадрат минус 4асы Б минус 8-ге тең, квадраттаймыз. Минус 4 көбейтеміз А-ны, көбейтеміз С-ны. Мұнда 64 болады, мұнда 28, 64-тен азайтамыз 28-ді, тең болады 36-ға. 36 6-ның квадраты 0-ден үлкен, демек 2 түбірі болады. Түбірлерін табу үшін минус Б плюс минус Д бөлінген 2А деп аламыз. Б минус 8-ге тең, плюс минус Д 36, 2 көбейтілген 1. Сегізден азайтамыз 6-ны, бөлеміз 2-ге 1 болады. Мұнда қосамыз 2 бөлеміз 7 болады. Сонда OX өсімен қиылысу нүктесі 1-де 0 және 7-де 0. Енді OY өсімен қиылысу нүктесін табайық. Ол үшін x-ті 0-ге теңеп аламыз. Сонда оқушылар, мұнда біз 0-ді қою арқылы y-ті табамыз. Мұнда квадраты 16, азайтамыз 9-ды, 7 болады. Сонда OY өсімен қиылысу нүктесі 0-де 7 болады екен. Енді Д тапсырмасы бойынша функция графигінің эскизін саламыз. Төбесі 4-де минус 9, OX өсімен қиылысу нүктесі 1-де 0 және 7-де 0. OY өсімен қиылысу нүктесі 0-де 7. Мінеки осы нүктелер қосқан кезде оқушылар мінеки тармағы жоғары бағытталған парабола шығады. Е тапсырмасы парабола тармақтарының бағытын анықтаңдар деген. Бізде А 1-ге тең, яғни оң болғандықтан параболаның тармағы жоғары бағытталған. Келесі тапсырмасы y тең x квадрат қосылған 12x қосылған 11 функциясы берілген. Соған байланысты оқушылар мұндағы мінеки 4 тапсырманы орындаймыз. А тапсырмасы бойынша x-ің орнына 2-ні және минус 4-ті қойып функцияның мәндерін табамыз. Екінің квадраты 12 көбейтілген 2 қосылған 11.
тең болады 4 қосылған 24 қосылған 11. Сонда 28 қосамыз 11-ді тең болады 39-ға. Енді минус 4-ті қойып есептейік. Минус 4-тің квадраты 12 көбейтілген минус 4. Қосамыз 11-ді, сонда 16 минус 48 қосамыз 11-ді. Мұнда екеуін қосқан кезде 27 минус 48, сонда тең болады минус 21-ге. Енді Б тапсырмасы бойынша функцияның графигі x11 нүктесіне өтетін болса, x-ті табыңдар. f от x тең болады 11 деп аламыз. Сонда x квадрат қосылған 12x қосамыз 11-ді тең болады 11-ге деп аламыз. Мұнда біз 11-ді қоямыз. Сонда оқушылар мына 11 мен 11 қысқаратта, сонда мынандай өрнек шығады. X квадрат қосылған 12x тең болады 0-ге. Екеуінде де x бар, жақшаның сыртына шығады, сонда x қосылған 12 қалады. Енді бұдан келіп x1 бізде жеке-жеке 0-ге теңейміз. x1 бізде 0-ге тең, x2 тең болады минус 12-ге. Енді бұл тапсырмасы бойынша бізге А және Б нүктелері берілген. Осы нүктелерінің қайсысы осы функцияның графигіне тиісті дейді. Ол үшін оқушылар мұнда біз x-тің орнына 2-ні қойған кезде 3-ке тең бола ма, немесе минус 2-ні қойған кезде минус 9-ға тең бола ма, соны анықтаймыз. Сонда y тең 2-нің квадраты қосылған 12 көбейтілген 2 қосылған 11. Сонда тең болады 39-ға. Демек, А нүктесі тиісті емес. Енді келесі Б нүктесін анықтайық. Минус 2-нің квадраты 12 көбейтілген минус 2 қосамыз 11-ді. Сонда тең 4 минус 24 қосылған 11 тең болады минус 9-ға. Демек, Б нүктесі тиісті екен. Келесі Г тапсырмасында функцияның кему және өсу аралығын табыңыз деген. Оқушылар ол үшін мұндағы функциядан туынды аламыз. Оқушылар сендер туындыны өтпегесіңдер, сәл басқаша жолмен шығаруға да болады. Яғни төбесінің абсцисасын табу арқылы да өсу және кему аралықтарын табуға болады. Енді туынды алған кезде оқушылар 2x қосылған 12 болады. Енді сынақ нүктесін табу үшін 2x қосылған 12-ні 0-ге теңеп аламыз. Сонда 2x тең болады минус 12-ге, x тең болады минус 6-ға. Енді осыдан келіп, егер x бізде минус 6-дан кіші болатын болса, функция кемейді, ал x бізде минус 6-дан үлкен болатын болса, функция өседі. Яғни минус шексіздіктен минус 6 аралығында кемейді, ал минус 6 мен плюс шексіздік аралығында өседі. Келесі үшінші тапсырмасы сынақ алаңынан көкжиекке бұрыш жаса 2 метр биіктіктен ракета ұшырылды. Биіктіктің уақытқа тәуелділік формуласы берілген. Мұнда мінеки формуласы берілген екен. Мұндағы h биіктік, ал t дегеніміз уақыт. Мінеки оқушылар графикте биіктіктің уақытқа тәуелділік суреті көрсетілген. Енді осыған байланысты график бойынша келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Қай уақытта ракета 18 метр биіктікке көтерілді? Оқушылар мұндағы мінеки графикке қарай отырып тапсақ болады. Мұнда мінеки 18-е уақытын табамыз, мінеки 1 секунд. Енді екінші тапсырмасы 4 секундта ракета қандай биіктікте болды? Мінеки 4 секундта оқушылар 6 метр биіктікте болған. Функцияның графигі қайсы жиекте орналасқан? Функцияның графигі оқушылар мұндағы мінеки оң мәндері, яғни 1 секунд және 6 метр деп жатырмыз, яғни бізде бірінші жиекте орналасқан. Оқушылар график арқылы анықтасақ та болады, немесе есептесек болады. Енді былай алсақ болады. 2 қосылған 21t минус 5t квадрат тең болады 18-ге деп аламыз.
сонда минус 5-ті квадрат қосылған 21-ті қосылған 2 минус 18 тең болады 0-ге. Сонда минус 5-ті квадрат қосылған 21-ті минус 16 тең болады 0-ге. Дискриминант есептейміз. Бұның квадраты минус 4 көбейтеміз а-ны, көбейтеміз с-ны. Жиырма бірдің квадраты 441. Онда 3 минусымыз минус болады. 4-ке көбейтеміз 5-ті 20, көбейтеміз 16-ға 320 болады. Азайтамыз 121. 121 11-дің квадраты 0-ден үлкен, демек 2 түбірі болады. Минус b плюс минус d бөлінген 2a. Минус 21, минус 11, плюс минус 32 болады, минус 10-ға бөлетін болсақ 3,2 болады. Мұнда минус 21 плюс 11, 10 болады, яғни минус 10 болады, минус 10-ға бөлсек 1 болады. Мұнда қосар біз 1 деген жауапты аламыз. Жаңағы графиктен анықтадық, т бізде 1 секундқа тең. Енді екінші тапсырмасы бойынша 4 секундта ракета қандай биіктікте болады? Ол үшін мұнда 4-ті қойып есептейміз. Мұнда 84, мұнда 16, көбейтеміз минус 5-ке минус 80. Сонда 84, азайтамыз 80-ді 4, оған қосамыз 2-ні 6 болады. Сонда бізде биіктігі 6 метр екен. Енді үшінші тапсырмасы бойынша функцияның қай ширекте орналасқан жазатын боламыз. Функция бізде бірінші ширекте орналасқан. Түсінбеген сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.